Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, біздің YouTube арнамызға қош келдіңіз. Бізде бүгін физикадағы ОСП дейміз, квалтест дейміз, НКТ дейміз, осының есептерін талдайын деп жатыр. Физика пәнінен есеп талдау. Мұғалімдердің тестілеуіне үлкен көмегі тиеді деген үміттеміз. Егер видео сабақ ұнаған болса, арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Менің есімім Дарын Саятұлы. Мен дәл сондай сіздердің әріптестеріңізбін. Физик маман. Алдыңғы жолы бірінші бөлім шықты. Осы бірінші бөлімнің мынау жалғасы. Және осы екінші бөлімнің ең алғашқы есебін алдыңғы бөлімдегі есептен бастайын. Бұл жерде қандай проблема болды? Осы ақылы нұсқаны тапсырған кезде 49 балл өкінішке орай шығып қалдым. Не себепті десеңіздер, мен осы есептен қате кеткен екенмін. Қараңыздар. Осы жерде өте бір момент бар. Уақыт аз, есеп көп, асығыстық жасаймыз. Әрине, ондай систематический ошибкалар болып тұрады. Енді былай дейді. Атмосфералық қысымы 3 еселенетін судың тереңдігін анықтаңыз дейді. Мынау судың еркін беті, толқындар. Енді осы судың астында қандай да бір нүктеде деп айтайық, осы нүктедегі қысым атмосфералық қысымнан 3 есе көп. Мен қазіргі жағдайда атмосфералық қысымды P0 деген әріппен белгіледім. Енді қараңыздар. Мына жерде мен бірдеңені ұмытып кетіппін. Қараңыздар. Мынау нүктедегі қысымды анықтау үшін, P деген қысымды анықтау үшін, мен бірінші не істеймін? Жоғарыдан төменге қарай басып тұрған қандай қысым бар еді? Атмосфералық қысымның өзі бар еді, P0. И плюс қосылған H тереңдіктегі судың гидростатикалық қысымы ρg көбейтілген H. Енді осы P-ның орнына апарып 3 P0-ді қоямыз, тең болады P0 қосылған ρgh. Осылайша осы жерден P0-ді бері қарай өткіземіз, сонда 2 P0, H-ты анықтайтын болсақ, 2 еселенген P0 бөлінген ρg. Сан мәндерін орнына қоямыз, 2 атмосфералық қысым оның 5-ші дәрежесіндегі паскаль бөлу. Судың тығыздығы 1000, оның 3 дәрежесі, и G-дің мәні 10-ға тең. Общем, мына оның 4 дәрежесі, мына 5 дәрежемен қысқарады, сонда жауабымыз 20 метр шығады екен. Сол себептен осы есептен 1 балдан айырылып қалған жайым бар. Осындай систематический ошибканы жібермеуге тырысайық. Келесі тапсырма. Өз сұйығымен динамикалық тепе-теңдікте болатын бұл, ол әрине достар, қаныққан бұл деп айтамыз, уже ауаның абсолют салыстырмалы ылғалдылығы 100%-ға жеткен кезде біз қаныққан буды алады екенбіз. Келесі тапсырма. Идеал газ Карнот циклы бойынша жұмыс жасайды. Қыздырғыштың жылу мөлшері Q1, суытқыштың жылу мөлшерінен 3 есе жоғары, яғни 3 еселенген Q2. Егер қыздырғыштың температурасы T1 деп белгілейміз, 600 кельвинге тең болса, суытқыштың температурасы T2-ні анықтаңыз дейді. Жақсы. Бізде осы Карнот циклы бойынша жұмыс жасайтын, идеал жылу машинасын тәгін анықтайтын өрнек бар. Q1 азайтылған Q2 бөлінген Q1. Немесе оның екінші түрі. Температура арқылы T1 азайтылған T2 бөлінген T1 өрнегімен анықтасақ болады. Енді осы жерде екі пәктің орнын теңестіре салсақ. Q1 азайтылған Q2 бөлінген Q1 тең болады. T1 азайтылған T2 бөлінген T1. Теңестірдім. Енді мынаны қараңыздар. Q1-дің орнына алып келемін, нені қоямын? 3 еселенген Q2. Азайтылған Q2 бөлінген 3 еселенген Q2. Тең болады. T1 азайтылған T2 бөлінген T1. Бұл жерде енді қарапайым қағида шығады. Қараңыздар, мына жерде 2, 3 Q2-ден Q2-ні алып тастақ бөлінген 3 Q2-лер қысқарады, сонда 2 бөлінген 3 Q2-лерді қысқартып тастадық. Тең болады T1 азайтылған T2 бөлінген T1. Қарапайым пропорция. 2 еселенген T1 тең болады 3 T1 азайтылған 3 T2. Орындарын ауыстырайық мынау екеуінің, сонда бізде 3T2 тең болады қаншаға? 3T2 тең болады просто T1-ге. Қараңыздар. Мынау қатынас нені береді? Суытқыштың температурасы T2,
ол қыздырғыштың температурасынан 3 есе аз деген сөз. Т1-дің мәні 600 болса, мынау одан 3 есе аз болады. Сонда жауабымыз 200 кельвин деген жауап шығады. Сол себептен жауабын Д нұсқасы ретінде белгілейміз. Естеріңізге сала кетемін, жылу машинасының пәкі всегда бірден аз болады. Немесе оны 100%-дан аз болады дейміз. 100%-ға жеткен пәк мүлдем жоқ. То есть бұл уже мәңгі қозғалтқыш болып кететін еді. Сосын мынандай шарттары бар. Қыздырғыштың температурасы, бұл қарапайым енді логикалық сыр. Қыздырғыштың температурасы әрдайым салқындатқыштың температурасынан жоғары болу керек. Қыздырғыштың беретін жылу мөлшері салқындатқыштың алатын жылу мөлшерінен дәл солай көп болу керек. Осындайда бір сұрақтар кездесіп жатқан, осыны да бір дәптеріңізге түртіп жазып қойсаңыз болады. Келесі тапсырма. Қатаңдықтар К1 540 ньютон бөлінген метр және К2 650 ньютон бөлінген метр болатын серіппелерді алдымен параллель жалғайды, одан кейін тізбекте жалғайды. Екі жағдайдағы серіппелер жүйесінің қатаңдықтарының қатынасын анықтаңыз. Енді давайте бірінші жағдайда параллель жалғанда деп есептейік. Параллель жалғаудың суретін мына жерге қоса сала кетейін. Так, алдыңғы сабақта мен айтқам, бұл видео сабақтарды қарайтын тек қана мұғалімдер емес, сонымен қоса 4-ші курс студенттері бар, оларға қайталауға жақсы мүмкіндік. Сол үшін мынаның барлығын ашып айтқан дұрыс болар. Мынау серіппе екеуі екі түрлі. Қатаңдықтар әртүрлі. Разная жесткость. Біреуі қатты, біреуі жұмсақ деген. Егер осылай, мысалы, қандай да бір жүкті, мынау ағаш бөренені бүйтіп ілген кезде екі серіппеге осылай параллель түрде ілетін болсақ, осы жағдайдағы осы жүйенің жалпы қатаңдығын анықтау үшін просто бір-біріне қоса саламыз. К1 қосылған К2. К параллель деп қойып, 540-қа 650-ді қосамыз. Калькулятор қайда? 540 қосылған 650. Дұрыс па? 540 қосылған 650 1190 ньютон бөлінген метр деген жауап шығады. Енді екінші жағдайда тізбекте жалғайды. Ну, тізбекте жалғаудың суреті былай. Бірінің артынан бірі паровоз сияқты, мынау қандай да бір К1 деген қатаңдығы бар серіппе, екінші серіппені осыған тағы да жалғайды ғой. К2. Осы жағдайда серіппелердің жүйесінің қатаңдығы 1 бөлінген К тең 1 бөлінген К1 қосылған 1 бөлінген К2 өрнегімен анықталады. Енді ортақ бөлім беретін болсақ, К1 көбейтілген К2 алымында енді К1 плюс К2 болады. Енді осы жерден екі жағында математикалық тұрғыдан төңкереміз, орындарын ауыстырамыз, сонда жалпы қатаңдық тең болады К1 көбейтілген К2 бөлінген К1 плюс К2. Тізбекте жалғаған кезде осы серіппелер жүйесінің қатаңдығы қандай болады? 540-ты көбейтеміз 650-ге, одан шыққан санды екеуінің қосындысына бөлеміз, яғни 1190-ға. Бізде қанша шығады? 540 көбейтілген 650 бөлеміз оны 1190-ға. Серіппелер жүйесінің қатаңдығы 295 болады екен. 295 ньютон бөлінген метр. Енді мынау екеуінің қатынасын алатын болсақ, яғни бастапқыда параллельде 1190 болды, тізбекте жалған кезде ол серіппенің қатаңдығы азаяды міндетті түрде. Сол жағдайда біз 1190-ды бөліп тастайды екенбіз 295-ке, жауабымыз 4 деген жауап шығады, яғни бұл жерде Д нұсқасын белгілейсіздер. Келесі тапсырма. Массасы 150 грамм болатын ыдыс бар. Ыдыстың массасын М0 деп жазайық, 150 грамм. Осы ыдысқа бензин құйып, қайтадан өлшеген кезде оның массасы 960 грамм болды. Енді бұл логикалық тұрғыдан. Бос ыдыстың өзі 150 грамм, бензин құясың, өлшейсің 960 грамм. Яғни осы жерден шығатын қорытынды бензиннің массасын анықтайтын болсақ, М бензин тең болады екеуінің азайтындысына. 960 азайтылған 150. Калькуляторымызды пайдаланып жүрейік. 960 азайтылған 150 тең болады 810 граммға. Ыдыс бензиннің көлемін анықтаңыз дейді. Хорошо. Бізде енді бензиннің массасы белгілі, осы бензиннің массасы тең болады, оның тығыздығы көбейтілген оның көлемі. Осы жерден көлемін анықтайтын болсақ, біз бензиннің массасын бөліп тастаймыз оның тығыздығына. Так, бензиннің массасы бізде 0,81
килограмм есебімен. Ал оның тығыздығы 710 килограмм бөлінген метр куб. 0,81-ді бөледі екенбіз 710-ға. Жауабымыз шығады. Бұл метр куб есебімен, давайте бізде жауаптар литр болғандықтан, осы жауапты бірден 1000-ға көбейтіп, сол кезде литрмен 1,14 литр деген жауапты аламыз. Ондай жауап бізде бұл нұсқасында бар екен. 1,141 деп жуықтаған екен. Келесі тапсырма. Екі заряд орналасқан, сурет бойынша. Электростатика бөлімі. Біреуі оң, біреуі теріс. Бір-бірінен қашықтықта орналасқан. Және Q2 зарядының оң жағында қашықтықта орналасқан А нүктесіндегі өрісінің потенциалын анықтаңыз дейді. Өшін бұлай, мұнау А нүктесіндегі потенциалды анықтау үшін біз суперпозиция принципін пайдаланамыз. Фи1 қосылған Фи2. Суперпозиция принципі деп аталады. Енді Фи1-ді табатын болсақ, Фи1 деп отырғанымыз ол бірінші зарядтың А нүктесіндегі потенциалы. К көбейтілген Q1. Енді қараңыздар, А нүктесімен мұнау бірінші зарядтың арақашықтығы 2R-ға тең. R-дің мәні 1 метр болса, значит 2R дегеніміз енді 2 метр қоям. Сол үшін бұда бет жазайық. 2 еселенген R дейік, и бізде не шығады? Или осы күйінде қалдырайық та, потом соңында қосып жіберсек те болады. Екінші зарядтың, Q2 деген зарядтың А нүктесіндегі потенциалын анықтайтын болсақ, К-ны көбейтеміз. Q2-ге бөліп тастаймыз оны R-ға. Енді мұна Фи1 қосылған Фи2-ге мына жерге сала салайын. К көбейтілген Q1 бөлінген 2R қосу К көбейтілген Q2 бөлінген R. Ортақ жақшаның сыртынан ені шығарып жіберсем болады. К-ны шығарсам болады, R-ді шығарсам болады. Мына жақта Q1 бөлінген 2 қосылған Q2 деген өрнек қалады. Ары қарай есептейік. К шамасы бұл бізде тұрақты шама. 9 көбейтілген оның 9-шы дәрежесі, бөлеміз арақашықтығымыз 1 метрге. Жақшаның ішінде бірінші зарядымыз 2 нанокулон, 2 оның минус 9 дәрежесі бөлінген 2 қосылған екінші зарядымыз минус 8 нанокулон. Мына жерге минус таңбасын қоя салайық, 8 нанокулон оның минус 9-шы дәрежесі. Есептейік. Жақшаның сыртында не қалады? Жақшаның сыртында 9 көбейтілген оның 9-шы дәрежесі қалады. Мұны 2 мен 2 қысқарады. Мұның алдында сонда 1 деген коэффициент бар. Енді 1 азайтылған 8 тең болады минус 7-ге. Көбейтілген жақшаның ішінде минус 7 көбейтілген оның минус 9-шы дәрежесі деп айтамыз. Мұны 2-ге қысқарады. Сонда бізде 9-ды 73-ге көбейтетін болсақ, минус 63 вольт дегенді жауабын белгілейді екенбіз. 25-ші сұрақтың жауабы мінекей. Д деген жауапқа сіздер 1 балл аласыздар. Қараңыздар. Бұл жағдайда потенциалда бұл модульде жүрмейді. Егер Кулон заңын тапсаңыздар, мысалы 2 зарядтың әсерлесу күші десе, онда Кулон заңында мынандай модуль деген ұғым бар. К көбейтілген Q1 көбейтілген Q2 бөлінген R-дің квадраты. Ал именно потенциалға келген кезде теріс зарядтың потенциал теріс болады, оң зарядтың айналасындағы потенциал оң болады. И екеуін просто алып қоса саласыздар. Келесі тапсырма. Номер 26-шы сұрақ. Тербелмелі контур берілген. Тербелмелі контур дегеніміз бұл конденсатор мен катушкадан тұратын, бұл қандай да бір жүйе деп айтайық. Енді осы конденсатор астарларындағы заряд Q осындай бір заңдылық бойынша өзгереді. 3 көбейтілген оның минус 6 дәрежесі, синус 10-ның 4 дәрежесі пи-ті заңдылығымен өзгереді. Тербелмелі контурдағы ток күшінің тербеліс теңдеуі. Енді мен бұл жерде көп нәрсені физикалық тұрғыдан ашпай, оңай математикалық тұрғысын қарастыра салайық. Егер осы зарядтың теңдеуінен туындалып жүрсек, бізде достар ток күшінің теңдеуі шыға келеді. Болды. Енді осыдан туындалсаңыздар жеткілікті. И тең болады. Енді мынау шамадан туындалсаңыз, мынау алдындағы жай ғана сан. Бұған тиіспейміз, 3 көбейтілген оның минус 6-шы дәрежесі көбейтілген. Енді математикада синус x десе, 4x десе, оның туындысын алатын болсақ, бұның туындысы достар косинус 4x болады, және мынау ішіндегі аргументтен тағы да x бойынша бір рет туындаламыз. Бірақ бұл жерде енді біз t бойынша туындаламыз, сол үшін
Мына 10-ның 4 дәрежесі пи деген тағы да алдына шығады. 10-ның 4 дәрежесі пи. Функциямыз еще косинус 10-ның 4-ші дәрежесіндегі пи заңдылығы бойынша өзгереді. Бізде енді, значит, синус деген жауаптарды полный алып тастаймыз. Туындысы косинус болып кетті. Бізде либо С, либо Д варианттар қалды. Енді мынаның алдындағы коэффициенттерге қараңыздар. И тең болады 3, пиді алдына шығарайын, мына жақта көбейтілген 10-ның минус 2-ші дәрежесі. Косинус 10-ның 4 дәрежесі пи т. Мына алдындағы коэффициентке қарасаңыздар, бұл бізде, достар, С нұсқасына сәйкес келеді. Нөмірі 27-ші сұрақ. Индукциясы Б 2 Тесла болатын магнит өрісіндегі орам 2 Тесла болатын магнит өрісіндегі орналасқан орам саны 500 болатын өзекше дейді. Бұл катушка жайлы айтып жатырмын. Көлденең қимасының ауданы 20 сантиметр квадратқа тең дейді. Егер тоқ күші 0,4 миллисекунд уақыт ішінде, яғни қандай да бір дельта т уақыт аралығында 0,4 миллисекунд ішінде 0-ге дейін азаятын болса, миллиметр секунд болып кетті. 0-ге дейін азаятын болса, соленоидта пайда болатын электр қозғаушы күшін анықтаңыз дейді. Бұл жағдайда енді Ленц ережесімен шығарамыз. Ленц ережесі бойынша эпсилон тең болады минус n көбейтілген дельта фи бөлінген дельта т. Дельта т. Енді біз тоқ күшінің шамасы 0-ге дейін азайса, значит магнит ағынның өзгерісі тоже болады. Сол жағдайда біз бүйтеміз. Бірінші фиді анықтап алайық. Фи тең біз косинус альфа ет. Біз енді максимал мәнін табамыз. Бұл жерде белгілі бір бұршақ. Б-ның шамасы 2-ге тең. С орам саны 20, көлденең қимасының ауданы 20 көбейтілген оның минус 4-ші дәрежесіндегі метр квадрат. Есептейік, сонда 4 көбейтілген оның минус 3-ші дәрежесіндегі вебер деген шама шықты. Енді алып келемізді эпсилонның орнына қоямыз. Эпсилон тең, енді минус таңбасын ескермей қойсақ болады. Просто минус деген бағытын ғана білдіреді. Орам саны 500-ге тең, көбейтеміз оны 4 көбейтілген оның минус 3-ші дәрежесі, бөліп тастаймыз оны 0,4 миллисекунд, ол оның минус 3-ші дәрежесіне тең. В общем, мына екеуі қысқарады, сонда 4-ті бөліп тастақ 0,4-ке тең болады 10-ға, сонда 5000 вольт деген жауап аламыз. Ол бізде 5 киловольт деген жауапқа сәйкес келеді екен. Келесі тапсырма. Доп радиусы 50 метр шеңбер доғасының бойымен қозғалады. Енді біз қандай да бір шеңберді салып алайық. Бұл бізде шеңбер бойымен қозғалыс. Осы шеңбердің радиусы R деп жазайық, 50 метрге тең. Енді есептің шарты бойынша бізге былай дейді. Оның 5 секундтың ішіндегі айналу бұрышы 180 градусқа тең болса, және мына жерден бастап доп бүйтіп айналып келіп ровно 180 градус жүріп, мына жерге келеді деген сөз ғой. Және бұл не деген сөз? Шеңбердің тек қана жартысын, мына бөлігін ғана жүріп өтеді деген сөз. Осы доптың сызықтық жылдамдығын анықтаңыз. Енді сызықтық жылдамдығын анықтау үшін біз қандай формуланы пайдаландық? Кәдімгі кинематикада сияқты. Жүрген жол бөлінген уақыт. Енді шеңбердің жалпы бір айналымға кеткен уақыты период деп айтамыз, ал шеңбердің жалпы сыртындағы ұзындығын біз 2πr деп, шеңбердің ұзындығымен анықтайтын едік. Енді бізде тек қана жартысын 5 секундта айналып өтсе, значит, ол доптың периоды, яғни бір айналып өту уақыты, толық айналымға кеткен уақыты ол 10 секунд болады. 2-ні көбейтеміз 3,14-ке, радиусы 50 метрге тең, одан шыққан санды бөліп тастаймыз, периодымыз уже 10 секунд болады, толық бір айналымға жұмсалған уақыт. Есептейік. 2 көбейтілген 3,14 көбейтілген 50 бөлеміз оны 10-ға. Жауабымыз 31,4 метр бөлінген секунд деген жауап шығады. Ол жауап бізде С вариантына сәйкес келеді. Жер бетінен 20 метр биіктіктен еркін құлаған дененің құлау уақытын анықтаңыз. Қарапайым формула H тең G көбейтілген T-ның квадраты бөлінген 2. Осы жерден уақытты анықтайтын болсақ, түбір астында 2H бөлінген G өрнегін түрлендіріп алдық. 2-ні көбейтеміз 20-ға, бөліп тастаймыз оны 10-ға G-дің мәні.
40-ты 10-ға бөлсек, т-дан 4-тен бізде 2 секунд деген жауап шығады. Жауап ретінде С вариантын белгілейсіздер. Келесі тапсырма. Массасы 930 грамм болатын және табанның ауданы S 240 сантиметр квадрат болатын тік төртбұрыш қорғасынның қалыңдығын анықтаңыз. Енді бізде мынандай бір параллелепипед бар деп ойлаңыздар. Және осының табанның ауданы, және мынау бетінің ауданын бүйтіп S деген әріппен белгілеп қойық. Мынаның осының қалыңдығын D-ны сұрап тұр. Енді бізде параллелепипедтің көлемі қалай анықталатын еді? Кез келген дененің көлемі негізінде оның табанның ауданы көбейтілген D. Цилиндр болса, S табаны көбейтілген биіктік H деп аламыз. Енді конус болса, ол уже басқа жағдай болады. Енді бұл қарапайым жағдай, S көбейтілген D. Енді осы қорғасының қалыңдығын анықтау үшін бізге не керек? Масса керек. Массаны түрлендірейік. Масса дегеніміз ол тығыздық көбейтілген көлем. Енді көлемді алып келіп осы жерге қоятын болсақ, тығыздық көбейтілген көлемнің орнына S көбейтілген қалыңдығы D-ді анықтаймыз. Сонда D қалыңдық тең болады масса бөлінген ρ көбейтілген табанның ауданы S. Массасы 930 грамм, 0,93 килограмм. Бөлеміз тығыздығы 11400 и көбейтеміз табанның ауданы 240 сантиметр квадрат, оның -4 дәрежесі. Енді калькуляторға есептеуге ыңғайлы болу үшін, оның -4 дәрежесін мен оны алымына шығарып жіберсем болады. Ол оның +4 дәрежесі болып кетеді. Есептеген кезде ыңғайлы қазір. Просто бүйте саламын калькуляторға 0,93 көбейтеміз. Оның 4 дәрежесі ол 10 мыңға, бөлеміз 11400-ге и бөлеміз оны 240-қа. Бізде жауабымыз шығады екен. 0,003399 метр. Енді миллиметрге айналдыру үшін бұны 3/10-ға қарай жылжытсам, 3,399 миллиметр есебі болады. Бұндай жауап бізде бар ма, 3,4 миллиметр деп жуықтаған екен. Осы жауапты белгілейсіздер. Келесі тапсырма. Амплитудасы 6 сантиметр. Енді қандай әріппен белгілейін? А мен белгілесем болады. X-тің максимум мәні деп белгілесем де болады, 6 сантиметрге тең. Ал периоды 4 секунд болатын косинус заңдылығымен тербелетін материалдық нүкте бар, және осы нүктенің 0,5 секунд уақыттан кейінгі ығысуын анықтаңыз дейді. Енді бізде кез келген тербелістің теңдеуі x тең x максимум. Енді косинус заңдылығымен тербеледі деп уже айтып қойған, косинус көбейтілген омега t формуласына саламыз. Ары қарай түрлендірейік. xm көбейтілген косинус омеганың орнына 2π бөлінген t и көбейтілген t. Болды, енді сан мәндердің орнына қойсақ болады. Так, амплитудасы 6 сантиметр. 6 көбейтілген оның -2 дәрежесі. Немесе сантиметр есебімен қала берсін, 6 сантиметр. Жауапты сантиметр ғой барлығы. Сонда 6 көбейтілген косинус 2π бөлінген периодымыз қанша? 4 көбейтілген уақытымыз 0,5. Так, мынау жалпы мынау косинустың мынау мәні қаншаға тең болатын анықтап алсақ жеткілікті. 2π бөлінген 4 десек. Қанша шығады? 2 мен 4-ті қысқартамыз. Пи бөлінген 2. Мына 0,5, 2-ден 1 деп жазайықшы. Сонда косинус пи бөлінген 4-тегі мәні, яғни косинустың 45 градустағы мәні дейінсіз. 45 градустағы мәні т/2 бөлінген 2. В общем, 6 сантиметр көбейтілген т/2 бөлінген 2. Ал т/2-ні 2-ге бөлсек, бізде 0,7 шығады. 6 сантиметр көбейтілген 0,7 бізде қанша шығады екен? Ол бізде жуықтап алған кезде 4,2 деген жауап бола ма? Біз бүйтсек те болады, кәдімгі есептейік. 2-ні т/астына аламыз, 2-ге бөлеміз и 6-ға көбейтеміз. Көбейту 6. Сонда 4,24 деген жауап шықты. Енді бізде жауап 4,26-ға келеді, басқа жауап келмейді. Келесі тапсырма. Қызыл шекарасы лямбда максимум мәні, толқын ұзындығының максимал мәні 290 нанометр болатын металл бетіне қандай да фотон энергиясы түседі, және металдан шыққан электрондардың максимал жылдамдығы в максимал жылдамдығы оның 6-шы дәрежесіндегі метр бөлінген секунд болса,
Енді фотон энергиясының электрондардың шығу жұмысына жұмсалған бөлігін анықтаңыз дейді. Так. В общем, шығу жұмысы фотон энергиясының қанша бөлігі? Бүйтіп жазайықшы. А шығу тең болады К көбейтілген E фотон. Бізге К деген шаманы табу керек қой енді. Математикалық жолмен айтқан кезде, мына фотон энергиясының қанша пайызын құрайды деген сұрақ. Енді бұны шығару үшін бізге не керек? Бұны табу үшін бізге Эйнштейн теңдеу керек. Қызыл шекара берілген, яғни шығу жұмысын анықтап алсақ болады. Так. E фотон тең болады А шығу қосылған E кинетикалық. Формуланы ары қарай ашайық. Шығу жұмысы дегеніміз ол HC бөлінген лямбданың максимум мәні. Қосылған E кинетикалық mv квадрат бөлінген 2. Есептейік. H-тың мәні 6-63, оның минус 34 дәрежесі, көбейтілген 3 оның 8 дәрежесі, бөлімінде 290 нанометр, оның минус 9 дәрежесі. Қосу, бұл бізде электрондар, ұшып шығып жатқан. Электронның массасы 9-1, оның минус 31 дәрежесі, жылдамдығы оның 6 дәрежесі. И сыртында квадраты бар, 2 көбейтеміз, бөлеміз оны 2-ге. Калькулятор керек болады. 6-63 көбейтілген 3, одан шыққан санда бөлеміз, 290-ға бізде шығады 0,0685 дейді. Тең 0,0685 көбейтілген оның қанша дәрежесі? 34, 34-тен 17-ні алып тастасам, менде 17 бола ма? Оның минус 17-ші дәрежесі. Қосу 9-1-ді 2-ге бөлсем, қанша шығады? 4,55. 4,55 көбейтілген оның қанша дәрежесі? Минус 31 и плюс 12. 31-ден 12-ні азайтатын болсам, менде шығады екен 19 дәрежесі. Оның минус 19 дәрежесі. Енді екеуін бір дәрежеге келтірейік. Давайте мен мына жақтағы үтірді 2 санға былай қарай жылжытайын. Сонда менде 6,85 көбейтілген оның минус 19 дәрежесі. Қосылған 4,55 көбейтілген оның минус 19 дәрежесі шықты. Если что, мынау бізде шығу жұмысы, мынау бізде анықталған кинетикалық энергия. Екеуінің қосындысын анықтап алайық. 6-85 қосу 4,55 бізде шығады 11,4. Бұл жалпы фотондардың энергиясы. 11,4 көбейтілген оның минус 19 дәрежесіндегі джоуль. Енді бізге есептің шарты бойынша осы шығу жұмысы фотон энергиясының қанша бөлігін құрайды? Яғни біз шығу жұмысын бөліп тастаймыз фотондардың энергиясын. Бұл жақта енді есепті түсіну керек, тақырыпты жақсы меңгеру керек. Шығу жұмысының шамасы 6-85, оның минус 19 дәрежесі, бөліп тастаймыз фотонның энергиясы 11,4-ге. Оның минус 19 дәрежесіне. Есептейік. 6,85 бөлеміз 11,4-ге, жауабымыз шығады екен 0,6. 0,6, яғни 60% бізде осы шығу жұмысына, қалған 40% кинетикалық энергияға жұмсалады екен. Келесі тапсырма. Суретте көрсетілген электр тізбегінің жалпы кедергісін анықтаңыз дейді. Мұндағы R-дің мәні бізде 6 омға тең болып. Жақсы. Енді бізде тізбекте және параллель жалғау деген бар. Мына жерде түйіндер пайда болса, ол значит ол кедергілер, яғни резисторлар өзара тізбек параллель жалғанды деген сөз. Енді осы тізбекте шешпей тұрып, мен бірінші мынандай бір бөліктерге бөліп алайын. Бірінші амал біз не істейміз? Бірінші амал, достар, мынау екі резистор қалай жалғанған, өзара параллель жалғанған, себебі олардың арасында түйін бар деп айтамыз. Сонда осы екеуінің жалпы кедергісін анықтайтын болсақ, 1 бөлінген 4R қосылған 1 бөлінген 2R деп анықтайлық. 1-ді ортақ бөлім қаншадан береміз? 2-ден берсем, сонда 4R үстінде 3 қалама. Енді бұл бізде жалпы 1 бөлінген R жалпының мәні. Енді орындарына ауыстырамыз. R жалпы тең болады 4R бөлінген 3-ге. R-дің мәнін орнына қойып, 4 бөлінген 3 көбейтілген R-дің мәні 6 омға тең.
қысқарады, мына жерде 2, сонда мынау екеуінің жалпы кедергісі қаншаға тең? 8 омға тең. 8 ом. Енді 8 ом, мына жақта R-дің мәні 6 ом. 8 омға 6 ом қалай жалғанған? Мынау екеуі бір-біріне уже тізбектей жалғанған. Сол себептен екінші амал тізбектей жалғанған кезінде екеуін қосамыз. Енді нөмірлемей қойып, просто R жалпы деп жаза берейін. 6 омға 8 омды қостық, ол бізде 14 омға тең болады. Енді 14 ом астында мынау тағы бір резистор жалғыз қалып қойды. Ол мынау 14 ом екеуі қалай жалғанған? Параллель жалғанған. 1 бөлінген R жалпы тең болады. 1 бөлінген 14 қосылған 1 бөлінген 6. Ортақ бөлім қаншадан берсем екен? 14 көбейту 6 дейік. Мына жаққа 14 плюс 6. R жалпынан анықтау үшін еще соңында төңкереміз. 14 көбейтеміз 6-ға, бөлеміз 20-ға. 14 көбейту 6, бөлеміз 20-ға, жауабымыз 4,2 ом шығады екен. 4,2 ом деген жауап А вариантында бар. Кезекті тапсырма. Нөмір 34-ші сұрақ. Қырының ұзындығы 10 см болатын куб сұйықта жүзіп жүр дейді. Оқты, бұнан суретін салуға тура келетін шығар енді. Қандай да бір куб бар, барлық қабырғалары бір-біріне тең. Бір қабырғасын А деген әріппен белгілеп қойық. Осы куб сұйықта жүзіп жүр дейді. Жақсы. А-ның мәні бізде қаншаға тең? 10 см, 0,1 метр деп айтайық. Кубтың сұйық бетінен шығып тұрған бөлігінің биіктігі 2 см. Маркермен белгілейін бе? Мына енді судың бетінде бейтіп жүзіп жүретін болса, мынау судың бетінен шығып тұрған биіктігі 2 см. Енді бір қыры 10 см болса, значит 8 см астында деген сөз емес пе? Егер куб затының тығыздығы дейді, мына кубтың жасалған материалы белгісіз, бірақ оның тығыздығы 600 килограмм бөлінген метр кубқа тең. Онда сұйықтың тығыздығын анықтаңыз дейді. Мәссаған. Қалай шығарсақ болады? Біріншіден қарапайым қағидалардан бастаймыз. Егер осы сұйық жүзіп жүрсе, значит бұл жақта екі күш өзара теңесіп тұр деген сөз. Мынау денеге әсер ететін екі күш бар. Осы денеге түсірілген ауырлық күші, F ауырлық, Енді сұйықтықтың тарапынан мынау денені жоғары қарай көтеріп ұстап тұрған күш, ол бізде Архимед күші. Екі күшті теңестіргенде F ауырлық тең болады F көбейтілген Архимедке. Жақсы. Енді ауырлық күші дегеніміз ол дененің массасы көбейтілген оның еркін сөйлеуі G. Архимед күші дегеніміз ол сұйықтың тығыздығы ρ сұйықтық көбейтілген G көбейтілген V деп жалпы жазуға болмайды. Бұл именно батқан бөлігінің көлемі. Батқан бөлігінің көлемін біз қазір бүйтіп бөліп алсақ болады. Мына бөлігі астыңғы бөлігі ғана батып жатыр деп айтамыз. Хорошо? Мына 10 сантиметр, мына 10 сантиметр. Если что, естеріңізге салып қойын. Енді әрі қарай қысқартып беруге болады, Мына mg, G мен G қысқарады. Мынау дененің массасын әрі қарай қалай айтсақ болады? Дененің массасы дегеніміз, ол бізде дененің тығыздығы көбейтілген дененің жалпы көлемі V. Тең болады ρ сұйықтық көбейтілген дененің батқан бөлігінің көлемі. Бізге нені анықтау керек енді? Сұйықтықтың тығыздығын. Ρ сұйықтықты анықтайтын болсақ, ρ сұйықтық тең болады ρ дене көбейтілген осы дененің жалпы көлемі бөлеміз оның батқан бөлігінің көлеміне. Дененің тығыздығы белгілі, енді общий көлемін тауып алайық. Мынаны бөліктеп шығарайық. Бірінші амал. Общий дененің көлемі А куб. Бұл бізде куб қой. 10 сантиметрді кубтайтын болсақ, ол бізде қанша шығады? 10 сантиметр. 10 көбейтілген оның минус 2 дәрежесі. И осының елі бейік жасылық. 10 сантиметр дегеніміз, ол оның минус 1 дәрежесі. Метр есебімен 0,1. И осының кубы. Оның минус 3 дәрежесіндегі метр куб болады екен. Енді екінші амал, батқан бөлігінің көлемін қалай анықтасақ болады? Енді мынаны жартылай кесіп тастасаңыздар, енді осы торт деп айтамыз ба, не деп айтамыз? Мынау жай ғана төртбұрыштың ауданын таба салу жеткілікті. Табанның ауданы көбейтілген биіктігі. Кәдімгі ABC. Сонда бұның көлемі тең болады 10 сантиметр 0,1 көбейтілген 0,1 көбейтілген 0,1
0,8-ге. Дұрыс па? Есептейік. 0,1 көбейту 0,1 көбейту 0,08 сантиметрді метрге айналдырып алдым. Сонда 0,8 оның минус 3 дәрежесіндегі метр куб. 0,8 көбейтілген оның минус 3-ші дәрежесіндегі метр куб деп жазып қойсақ. Енді мына формулаға алып келіп саламыз. Мына формуламыз бар, қоршап алдық. Енді сұйықтың тығыздығы тең болады дененің тығыздығы қанша еді? 600. Дененің общий көлемі оның минус 3-ші дәрежесі деп айттық. Бөлеміз 0,8 көбейтілген оның минус 3-ші дәрежесіне. Мұны екеуі қысқарады, сонда 600-ді бөледі екенбіз 0,8-ге. Жауабымыз 750. Шықпай қалды. Иә. 0,1, 0,1, 0,08. Общий көлемін таптық. Куб затының тығыздығы белгілі. Общий көлемін көбейттік и бөлдік оны неге? 600 бөлу 0,8. 750 килограмм бөлінген метр куб. Басынан бастап тексерейікші. Қырының ұзындығы 10 сантиметр. 0,1 метр. Жүзіп жүру шартын жаздық. Екі күш бір-бірімен теңесті. Кубтың сұйық бетінен шығып тұрған бөлігінің биіктігі 2 сантиметр. Батып тұрған бөлігі, значит, 8 сантиметр. Енді батып тұрған бөлігінің көлемін анықтау үшін 10 8-ге көбейтеміз. Сантиметр куб. Енді мына жерін қайтадан есептейміз бе? В принципе, ол бізге қатты бір разница бермейді ғой. Ро сұйықтық тең болады ро дене көбейтілген общий көлем бөлінген дененің батқан бөлігінің көлемі. mg ро сұйықтық g көбейтілген дененің батқан бөлігінің көлемі. Аштым. Ро дене көбейтілген дененің общий көлемі g мен g қысқарды. Сұйықтың тығыздығы көбейтілген дененің батқан бөлігінің көлемі. Не жерден бастап асықпай жазайықшы? Қай жерінде қателестік? Не может быть? Ро сұйықтық тең болады ро дене көбейтілген дененің общий жалпы көлемі бөлінген батқан бөлігінің көлемі. Батқан бөлігінің көлемі 2 сантиметр шығып тұрса 8 сантиметр астында. Мынау астындағы мына 4 бұрыштың көлемін табатын болсақ, оның табанның ауданын көбейтеміз оның биіктігіне. Дененің тығыздығы қанша? 600 килограмм бөлінген метр куб. Дененің общий көлемі бізде 10, в общем, 1000 сантиметр куб шығады. Бөлу. Батқан бөлігінің көлемі бір қабырғасы 8 сантиметр, 10 и 10 дейді. 10-ды 10-ға көбейтсек 100, 100-ді 8-ге көбейтсек 800 сантиметр куб. И что это нам даст? Ештеңе өзгерген жоқ қой, сантиметр куб қысқарды. 600 көбейтілген 1000 бөлінген 800. Жауап қайтадан сол 750 шықты. 750 деген жауап жоқ бұл жерде. В общем, осы жауапты қалдырам енді. Басқа вариант көріп тұрған жоқ. Мүмкін мен бірден қателестім ба десем? Жоқ. Невозможно. Екі рет, екі қайтара шығардық қой. Келесі тапсырма.
Фотоэлектрондардың магний пластинасынан ұшып шығу жұмысы А шығу тең болады 2,5 электроновольт. Фотоэффекттің қызыл шекарасын анықтаңыз. Енді мынау электроновольтті бірден джоульға айналдырып алайық. Бұл бізде 2,5 көбейтілген 1,6 көбейтілген оның минус 19 дәрежесіндегі джоульға тең. Енді бұл жерде қарапайым пропорция. Мынаны электроновольтті табу үшін x табу үшін екеуін бір-біріне көбейтеміз. 2,5 көбейтілген 1,6 тең болады 4. Көбейтілген оның минус 19 дәрежесіндегі джоульға айналдырып алдым. Енді А шығу жұмысының формуласы H көбейтілген нью минимум. Осы фотоэффекттің қызыл шекарасы осы жиіліктің минимум мәні деген сөз. А шығу бөлінген H. Планк тұрақтысына бөлеміз. Сонда 4 оның минус 19 дәрежесі бөліп тастаймыз оны H-ымыз 6,63 көбейтілген оның минус 34 дәрежесіне. 4-ті бөлеміз 6-ды 63-ке бізде шығады 0,6. 0,6 көбейтілген оның қанша дәрежесі? 34-тен азайтамыз 19-ды. Жауабымыз 15. 0,6 көбейтілген оның 15-ші дәрежесіндегі герц, соответственно, бұл 6, оның 14 дәрежесіне сәйкес келеді. Келесі тапсырма температураның абсолюттік шкаласы бойынша мұздың еру температурасы қандай дейді. Мұз бізде 0 градус температурада ериді, бірақ бұл градус Цельсий шкаласы емес, абсолют шкала деген сөз, ол Кельвин шкаласы деген сөз. Бұл жерде 273 Кельвинді белгілейміз. 273 Кельвин деген ол 0 градус деген это одно и то же. Бірақ просто мынау градус шкаласы, ал мынау бізде абсолют шкала Кельвин шкаласы бойынша. 0 Кельвин деген бұл уже абсолют 0. Тіршілік толығымен тоқтайды деген сөз. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 0-ге тең болады деген сөз. Абсолют 0 деп айтатын едік. Келесі. Координаталардың экваторлық жүйесі дейді. Енді астрономияны алдыңғы сабақта да айттым, бір қайталап алу керек. Бұл бізде еңістік және сағаттық бірлік 9-шы сыныпта бар. Қуаты P 110 ватт болатын электр шамы 30 күн тәулігіне 6 сағаттан жұмыс жасағанда қажетті энергия құны қаншаға тең дейді. Хорошо. Енді бұл жерде қарапайым енді тұрғыдан бүйтіп ойлансақ та болады. 1 киловатт көбейтілген сағат. 1 киловатт сағатына ол бізде 4 теңгеге тең. Енді біз қазір мынау 30 күн 6 сағаттан қанша 30 күн 6 сағаттан жұмыс жасайтын болса, 6-ны көбейтеміз 30-ға, бізде 180 сағат жұмыс жасайды. Уақытымыз бізде 180 сағатқа тең. Енді бүйтеміз. Мұны ватты сағатқа көбейтетін болсақ, біз как раз оның жұмысын табамыз. 110 көбейтілген 180, и бізде 19,800. Біз оны бүйтіп жазайық. Киловаттқа айналдыратын болсақ, 19,8 киловатт көбейтілген сағат. Дұрыс қой, екеуін бір-біріне көбейттік, ватт көбейтілген сағат болды. Сосын килоға айналдыра салдық. Тең x. Ары қарай қарапайым пропорция. X-ті табу үшін 19,8-ді көбейтеміз 4-ке, жауабымыз 79,2 теңге деген жауап шығады. Ол жауап бізде А вариантында бар. Келесі тапсырма. Массасы 4 килограмм болатын дене жер бетіне қарай А 8,4 метр бөлінген секундтың квадраты деген үдеумен құлайды. Денеге әсер ететін ауаның кедергі күшінің шамасын анықтаңыз дейді. Хорошо. Енді бұл жерде Ньютон заңдарын қолданасыздар. Қандай да бір массасы м дене төмен қарай құлап келе жатыр. Осы денеге түсірілген күші, мен ішіне салмай қойын. Қандай күш? Бұл ауырлық күші mg. Осының қозғалыс бағытына қарама-қарсы бағытта ауаның кедергі күші F деп қойып, кедергі күші әсер етеді, және осы екі күштің нәтижесінде дене төмен қарай А деген үдеумен қозғалады екен. Сонда Y осін төмен қарай бағыттасақ, проекциялап, сонда mg азайтылған F кедергі тең болады m көбейтілген А-ға деп айтамыз. Өшеден кедергі күшінің шамасын анықтайтын болсақ, mg азайтылған m-а өрнегі пайда болады. Массаны жақсы нәрсені шығарсақ, G азайтылған А. Дейміз, массасы бізде 4, G-дің мәні 10, азайтылған 8,4 бізде қанша шығады?
10-нан азайтамыз 8,4-ті, 2 көбейтеміз оны 4-ке, жауабымыз 6,4 ньютон деген жауап шығады екен. Ол жауап бізде С деген вариантта бар. Давайте, кезекті тапсырма. 40-шы сұрақ. 31 метр секунд жылдамдықпен горизонталь ұшқан снаряд массалары 2 және 8 килограмм болатын жарықшақтарға бөлінеді дейді. Кіші жарықшақтың жылдамдығы 80 метр секундқа тең болса, үлкен бөлігінің жылдамдығы қандай? Мен алдында қысқаша бір мастер-класс өткен кезде осы есепті талдадым да, бірнеше сұрақтар пайда болды. Әсіресе мынау енді квал-тесттің сұрақтарын талдаған әрине жақсы, жеңіл, бірақ та толыққанды ақпарат берілмейді. То есть мен, егер барып тапсыратын болсам, мен уже ойлана бастаймын. Мысалы, мынау ойлаңыздар, мынау снаряд. Массасы қазір бұның 10 килограмм. И ол ұшып келе жатыр 31 метр секунд деген жылдамдықпен. И осы снаряд қазір 2 бөлікке жарылады. Біреу 2 килограмм, біреу 8 килограмм болатын 2 бөлікке жарылды. Бірақ мен білмеймін. Может, мынау былай қарай кетті ма, былай қарай кетті ма? Бұл бірінші вариант, екінші вариант наоборот. 8 килограмм артқа қарай кетті, 2 килограмм оңға қарай кетті. То есть екі вариантында қоса қарастыруымыз керек. Сурет болса, и ол бірінші моменті ғой. Кім қай жаққа кетті деген сұрақ. Екінші варианты ол былай болуы мүмкін. Мына снарядтар разный бағытқа ұшу мүмкін. Біреу тік төмен, біреу оңға қарай деген сияқты. Ол да мүмкін. То есть бұл жақта снаряд жарылды, еще горизонталь бағытта жарылды деп айтылу негізі дұрыс болар еді. Но здесь будем гадать, өзіміз ойланып шығарамыз, амал жоқ. 2 килограмм және 8 килограмм 2 жарықшаққа бөлінді. Кіші жарықшақтың жылдамдығын V1 деген әріппен белгілейік, ол бізде 80 метр секунд болсын. И екінші үлкен бөлігінің жылдамдығын анықтаңыз. V2 тең сұрақ. Мынау V1 болсын. Мынаны біз U деген әріппен белгілейік. И бізде осы жағдайда қандай заңдылықты пайдаланамыз? Әрине, импульсың сақталу заңы. Жалпы общий масса M1 қосылған M2 көбейтеміз оны ортақ жылдамдыққа. U деген жылдамдықпен қозғалып келе жатқан. Сосын мынау бірінші жарықшағымыздың импульсы минус таңбасымен A жазылады, өйткені ол X осінің бағытына қарама қарсы қозғалады. Сонда M1 көбейтілген V1 қосылған M2 көбейтілген V2 деп жазуымызға тура келеді. Енді мына жерге сан мәндерін орнына қойайық. Бастапқыда массасы 10 килограмм болған. Общий жылдамдығы 31 болған. Тең минус бірінші жарықшақтың жылдамдығы массасы 2 килограмм и жылдамдығы 80. Қосылған екінші жарықшақтың массасы 8 и жылдамдығы V2. Кәдімгідей сияқты жарысылайық. 310 мына жаққа қосу деп 160 сразу өткізіп жібере салайық, тең болады 8 V2-ге. И осы жерден V2 жылдамдықты анықтайтын болсақ, 310-ға 160-ты қосады екенбіз. 310 қосылған 160 бөлінген 8. Жауабымыз 58-де 75 деген жауап. Болу керек еді. Осы жағдай бойынша, но өкінішке орай бұндай жауап жоқ. Не істейміз? Апелляцияға береміз бе? Жоқ. Екінші вариантпен шығарамыз. Екінші вариант, мынаның барлығын полный өшіресіздер. Әрине, ол біраз уақытты талап етеді. Значит, бұл не деген сөз? Бұл жарықшақтың кіші бөлігі, наоборот, оңға қарай кетеді. Үлкен бөлігі 8 килограмм солға қарай, үлкен бөлігі, кіші бөлігі былай қарай кетті. Енді жазатын болсақ, үлкен бөлігі массасы M1 V1 тоже минуспен жүреді. Қосылған M2 V2, бұл уже кіші жарықшақты екінші M2 дене деп қарастырып отырмыз. Сонда получается 10 килограмм көбейтеміз 31-ге тең минус 8 килограмм көбейтілген V1, қосылған екінші жарықшақтың массасы 2 и жылдамдығы 80. 310 тең болады минус 8 V1, қосылған 160. Так, орындарын ауыстырамыз. 8 V1 тең болады 160, азайтылған 310. Мұна минус таңба қайдан шығып кетті деп таңғалмай қойыңыздар. 160 азайтылған 310 тең болады 150-ге. Сонда V1 тең болады минус 150 бөлінген 8-ге. Так, 150-ді 8-ге бөліп тастайтын болсақ, бізде 18,175 деген жауап шығады. И алдында минусы бар. Минус деген тек қана ол қозғалысының бағытын ғана көрсетеді. Сол үшін жауапты D варианты ретінде белгілейсіңдер. Келесі тапсырма.
Тапсырмаға қосымша дейді. Термодинамика энергияның түрленуін зерттейтін физиканың белгілі бір бөлімі. Термодинамиканың бірінші заңы бойынша газға берілген жылу мөлшері оның атқаратын жұмысына және ішкі энергиясының өзгерісіне жұмсалады. Оған келісеміз. Жалпы мынау термодинамикалық жүйеге газға берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясының өзгерісіне плюс оның жасайтын жұмысына кетті. Сутек газына изобарлық қыздыру кезінде 14 мегаджоуль жылу береді дейді. Газымыз сутек, бірден айтайық, оның еркіндік дәрежесі 5-ге тең, 2 атомды газ. Процессіміз изобаралық, потен константа. Бұл не деген сөз? Газдың ішкі энергиясы өзгереді, и плюс еще ол жұмыс жасайды деп айтамыз. Q-дің мәні 14 мегаджоуль. Изобаралық процесс ол потен константа. Мынаны не үшін беріп қойған? Ротен константа деген. Просто көзі көрмейтіндер мынаны белгілеу үшін вообще нереально. Логика. Келесі. Термодинамиканың бірінші заңының өрнегі Q тең болады дельта U қосылған A. Ішкі энергияның өзгерісі қосылған жұмыс. Келесі тапсырма. Сутек газының атқарған жұмысы дейді. Енді біз өрнегін жазайық. Q тең болады дельта U қосылған A. Q тең, енді ішкі энергияның өзгерісі бұл 2 атомды газ үшін 5 бөлінген 2 нью R дельта T. Қосылған атқарылған жұмыс ол да нью R дельта T. То есть мынаны біз А атқарылған жұмыс деп, мынаны да А деп жазатын болсақ, сонда біз бұл өрнегіміз 5 бөлінген 2А қосылған А түрінде өрнектеледі. Сонда 7 бөлінген 2А. Осы жерден газдың атқарған жұмысы тең болады 2 еселенген Q бөлінген 7. 2-ні көбейтеміз. Q жылу мөлшері 14 мегаджоуль, и оны 7-ге бөлеміз. Қысқарады, сонда бізде 4 мегаджоуль газдың жұмысына кеткен екен. Жауап Б болады. Келесі. Ішкі энергиясының өзгерісі. Енді бұл уже мынадан туындайтын дүние. Егер мынау Q-дің мәні 14 болса, А атқарылған жұмыстың мәні 4 болса, значит ішкі энергияның өзгерісі 10 мегаджоуль болды деп айтайын десек, 10 мегаджоуль деген жауап неге жоқ? А, достар, газның атқарған жұмысы. Сутек газының ішкі энергиясының өзгерісі. Значит, мына есепті дұрыс шығармадық па? Сутек газы 2 атомды 5 бөлінген 2А қосылған А. Ортақ бөлім бердік. Ортақ бөлім берген кезде 2-ден 2. 7 бөлінген 2. А-ны табу үшін 2-ні Q-ға бөліп 7-ге бөлдік. 2-ні 14-ке көбейтеміз, и 7-ге бөліп тастаймыз. Қысқарады 2, 2, 4 деген жауап шығады. Значит, мына жағдайда сутек газының ішкі энергиясының өзгерісі дельта U тең болу керек еді 10 мегаджоульға. Жауаптарын бір көрейікші. 43-ші сұрақ Б болса, 43-ші сұрақтың жауабы А деймі? Ал достар, жалғастырайық. Мен жаңа отырып, мына есепті қайтадан видеоны тоқтатып, қайта өзім шығардым. Газдың жасаған жұмысы 4 болса, өзі 14 мегаджоуль жылу берілсе, қалған оны ішкі энергиясының өзгерісіне кету керек еді. Бірақ өкінішке ондай жауап жоқ. Сол үшін бұл тест-центрдің қателігі деп ойлаймын. Бұл сұрақты экспертизадан өткізбеген болған шамасы. Әрине, бір сұрақ құрастырылғаннан кейін, бір физик құрастырса, оны екінші маман отырып тексеру керек. Ол тағы да экспертизадан бірнеше мәрте өтіп барып, сұрақтың нақтылығы, дұрыстығы, дұрыс еместігі, мына жауаптар сәйкес келе ме, келмей ме, ол тексерістен өту керек. Көріп тұрғандарыңыз бір қате. Мынау сұрақтың құрылымын айттым. Әртүрлі вариант болуы мүмкін. Осы сұрақты да мен исключать етпеймін, то, что дұрыс емес құрастырылғанына. Мысалы, мына жерде де кубтың тығыздығы, куб затының тығыздығы 600 берілген. И бізге сұйықтың тығыздығын анықтау керек еді. Бірақ сұйықтың тығыздығы бұндай жауапта жоқ. Сол үшін бұл сұрақты да қате деп белгілейміз. Так, енді жаңағы
Жалғастырайық. Бізде былай дейді. Изобаралық процестегі сутек газының мольдік жылу сыйымдылығы ол 7 бөлінген 2 R деген өрнек шығады. Қайдан пайда болды? Ол әрине екі формуланың теңестірілуінің нәтижесінен пайда болады. Q тең CM дельта Т. И мына жақта изобаралық процесс үшін теңдеу Q тең дельта U қосылған A өрнегі. Енді осы жерде мынау дельта U-ды ашып жібереміз. Сонда бізде сутек газы 2 атомды 5 бөлінген 2 нью R дельта Т. Газдың атқарылған жұмысы нью R дельта Т ортақ бөліп береміз. Сонда 7 бөлінген 2 нью R дельта Т деген өрнек қалады. И сонда не деп жазатын едік? Екеуін теңестіреміз дедік. CN дельта Т өзі кішкене мына сұрақтарға көңілім толмай, қателерін көрдік, қателерін көрсетіп жатырмын. Нью R дельта Т. Содан кішкене настроением түсіп отыр. Екі температураның өзгерісі қысқарады. Осы жерден сын анықтайтын болсақ, 7 бөлінген 2 нью R бөлінген масса. Енді мына жерде нью мен М-ді қысқартып жіберсек болады. Бұл бізде нью дегеніміз не нәрсе еді? 7 бөлінген 2. Нью дегеніміз масса бөлінген мольдік масса. Мына жақта R бар, мына жақта масса бар, екі масса қысқарады. И как раз таки 7 бөлінген 2 көбейтілген R и бөлімінде 1 бөлінген мольдік масса. Как раз таки мынау коэффициент бізге изобаралық процесс кезіндегі сутектің мольдік, мына жерде мольдік массаның мәні берілген и мольдік жылу сыйымдылығы анықталады екен. Келесі тапсырма. Соңына қарай да келіп жетіп қалдық. Оқушы физика сабағында көкжиекке бұршасай лақтырылған дене қозғалысы тақырыбында компьютерлік бағдарлама арқылы виртуалды зертханалық жұмыс жасады. Бағдарлама мәзірін шолу барысында бұл қозғалысты зерттеу үшін денеге берілетін бастапқы жылдамдықтың шамасын 10 мен 60 метр секундтың аралығында дененің массасын 0,1 килограммнан 0,5 килограмм аралығындағы мәндерін таңдай алатынына көз жеткізді. В общем, редактировать етіп көруге болады. 10 мен лақтырасың, 20 мен, 30 мен деген сияқты. Минимум 10, максимум 60. Дене массасын 0,1 килограммнан 0,5 килограммға дейін өзгертуге болады екен. Бағдарлама мәзірінен тәжірибені жердің гравитациялық өрісіндегі ауаның кедергі күшін ескермей қозғалысын таңдады. Бұл есептерде қазір ауаның кедергі күшін ескермейміз. Оқушы бағдарламадан берілген дене массасының ең үлкен мәнін, сондай-ақ денеге берілетін бастапқы жылдамдықпен оның горизонтпен жасайтын бұрышының қандай да бір мәнін таңдай отырып тәжірибе жүргізді дейді. Қандай мәнді алды? Массасының ең үлкен мәнін. Массасын, яғни 0,5 килограмм деп алған деседі. Оқушы тәжірибеге сүйене отырып, дененің OX, OY осьтеріндегі құраушыларының уақытқа тәуелді графигін суретте көрсетілгендей тұрғызды дейді. Жақсы. Дене жылдамдығының OX осіндегі құраушысы қаншаға тең дейді. OX осіндегі құраушысы, мінекей VX-тің проекциясы бойынша, ол бізде қаншаны көрсетіп тұр? 20 метр секундты көрсетіп тұр. Сол үшін 20 метр секунд деген жауапты белгілейміз. Дененің толық ұшу уақытын анықтаңыз дейді. Бұл жерде енді біз қозғалыстың траекториясын білуіміз керек. Қараңыздар, мынау дене максимум көтерілгенге дейін ол 5 секунд көтеріледі. Мынау график бойынша мына жерде ол жылдамдығы 0-ге тең болады, ең жоғарғы нүктесінде. Именно Y осіндегі құраушысы жайлы әңгіме айтып отырық. Обратно құлаған кезде оның мына жердегі жылдамдығының Y осіндегі құраушысы теріс мәнге ие болады, өйткені бізде Y осіне ол қарама қарсы болады. Сол себептен жауап бізде 10 секунд болады екен. 5 секунд жоғары и 5 секунд төмен. Келесі тапсырма. Жер бетінен ұшу мезетіндегі жылдамдығы қаншаға тең дейді. Бастапқы жылдамдығын анықтау керек қой, V0-ды. V0-ды қалай анықтасақ болады? Дененің толық ұшу уақыты бар. Дененің толық ұшу уақыты дегеніміз 2 еселенген V0 көбейтілген синус альфа бөлінген G. Синус альфа бұрышы белгісіз. Бірақ бізде жылдамдығының проекциясы бар, Біз мына жерден мынау OX осіндегі құрауышын жазып алайық. Егер мынау Y осін салатын болсам, мына жерге X осін салатын болсам, менде мынау жылдамдықтың V0 мәні, мынау оның проекциясы V0X болса. V0X дегеніміз, ол не нәрсе? V0X дегеніміз, ол V0 көбейтілген косинус альфа. Так,
v0x bizde belgili. v0 belgisiz. Kosinus alfa тоже мәні жоқ. Қайтадан оралайық. Şu уақытта. Мына жаққа суретке назар аударсақ. Сұрады 5 секунд. Бастапқы жылдамдығының мәні 20. Мгм. 2v0 көбейтілген синус альфа бөлінген g. Мынау бізде бар. Синус альфа жоқ. Синус альфаны не істесек болады? y-тің бастапқы мәні де жоқ, иә? y-тің бастапқы мәні белгілі болса, онда идеально болатын еді. Хотя y-тің мәнін таба аламыз. v0 синус альфа деген как раз таки y емес пе? Сонда y тең болады g көбейтілген t шу бөлінген 2 десек. G-дің мәні 10-ға тең, шу уақыты 10 секунд, бөлеміз 2-ке, бізде 50 метр бөлінген секунд деген жауап шығады. Так, бұл v0-дің y осіндегі құраушысы. Енді v0-дің өзін табатын болсақ, ол бізде v0x-тің квадраты қосылған v0y-тің квадратына тең болады. Бастапқы жылдамдығын осылай анықтап алады екенбіз. v0-дің x-тің мәні бізде қанша еді? 20. И мынау бізде 50-ге тең. В общем, 20-ның квадраты қосылған 50-дің квадраты. Қанша шығады? 20-ның квадраты 400, 50-дің квадраты бізде 25, 2500-ге тең. Түбір астына алайық, и бізде қандай мән шығады екен? Так, есептеп жіберейік. 2900, и түбір астына алатын болсақ, бізде 53,8. 53,9 метр секунд деген жауапты белгілейсіздер. Келесі тапсырма. Дененің максимал шу алыстығы дейді. Енді дененің шу алыстығы L тең v0 квадрат көбейтілген синус 2 альфа бөлінген g деген өрнекпен анықталады. Енді біз бұрышты тауып алайық. v0 x-тің мәні бізде 20 метр секунд болды ма? Дененің мынау мәні ше. v0 деген мәні қаншаға тең болды? Және алдыңғы есепте 53-те 9. 53-те 9 метр секунд. Енді бұл жерден біз бұрышты таба аламыз ғой. Синус альфаны таба аламыз. И косинус альфаны таба аламыз. В общем, былай. v0 тең, v0x тең, v0 көбейтілген косинус альфа. Осы жерден косинус альфаны табатын болсақ, бұл бізге нені береді? Косинус альфа тең болады v0 x бөлінген v0. v0 x-іміз 20-ға тең, бөліп тастаймыз 53,9-ға. Есепте жүрейік. 20 бөлінген 53,9 бізде шығады 0,37. 0,37. Бұл бұрыштың мәні. Енді синус альфаны табайық. v0 y тең болады v0 көбейтілген синус альфа. Негізі математически мынаны бір азайтылған косинус квадрат альфа и түбір астында деп таба салсақ та болатын еді. Синус 2 альфаны басқаша қалай өрнектеуге болады? Мен қазір мына синус 2 альфаны былай ашып салсам болайын деп тұрды. 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа. Енді әртүрлі тригонометриялық амалдар орындауға болады, бірақ мен бұл жерден синус альфаны таба салсам. Енді әркім өзінің қайына қарай шығарады. v0 y бөлінген v0. v0 y-тің мәні бізде қаншаға тең болды? v0 y дегеніміз мінекей тұр. Мынау бізде 50-ге тең. 50 бастапқы жылдамдығы 53,9. 53,9-ға бөлейік. Бізде шығады 0,927. 0,93 дей салайық. Енді орнына апарып қоямыз. L тең v0 квадрат 53,9-дің квадраты көбейтілген 2 еселінген синус альфа 0,93-ге тең, косинус альфамыз 0,37-ге тең, одан шыққан санды бөліп тастаймыз 10-ға. И бізде бір жауап шығу керек. Қазір көреміз қандай жауап шығатын. 53-те 9 квадраты көбейтеміз оны 2-ге, көбейтеміз 0,93-ге, көбейтеміз 0,37-ге, одан шыққан санды бөлеміз 10-ға. Сонда бізде жуықтап алған кезде
200 метр деген жауап шығады, яғни жауап ретінде А вариантын белгілейсіздер. И соңғы тапсырма. Дененің қозғалыс траекториясының ең жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясы осы нүктедегі кинетикалық энергиясынан қанша джоульға артық дейді. Так, потенциалдық энергиясын табу үшін бізге осы дененің массасы керек, G керек, и оның максимал көтерілу биіктігі керек. Енді бұл систематически күрделі есептердің бірі болып саналады, өйткені бізге Hmax керек. Hmax'ты табу үшін біз V0 Y-ті квадратын бөлеміз 2G-ға. V0 Y-тің мәні бізде қанша еді? 50-ге тең болды, 50-дің квадраты бөлінген 2 көбейтілген 10. Үшем 2500 бөлеміз оны 20-ға. И бізде қанша шығады? 2500 бөлеміз оны 20-ға тең болады 125 метр биіктікке көтеріледі екен. И потенциалдық энергиясын табасақ. И потенциалдық тең массасы қанша еді бастапқыда? 0,5 килограмм болды, 0,5. G-дің мәні 10-ға тең, и көбейтеміз оны 125-ке. Есептейік. 0,5 көбейтілген 10 көбейтілген 125. 625 джоуль. 625 джоуль бұл осы траекторияның ең жоғарғы нүктесіндегі потенциалдық энергиясын анықтау. Енді кинетикалық энергиясын анықтау керек. Кинетикалық энергиясын анықтау үшін бізге сол нүктедегі жылдамдық керек. Ол тең V тең болады V0 X дей салайықшы. Ең жоғарғы нүктеде оның X осіндегі құраушысы ғана болады, ол 20 метр секундқа тең. Так, енді кинетикалық энергиясын анықтайтын болсақ, оның массасы көбейтілген жылдамдығының квадраты бөлінген 2. Массасы қанша еді? 0,5. Жылдамдығы 20-ның квадратын бөлеміз 2-ке. Калькуляторға салайық, и бір-бірінен азайтамыз. 0,5 көбейтілген 400 бөлеміз оны 2-ке тең болады 100-ге. Значит, потенциалдық энергиясы 625, кинетикалық энергиясы 100, значит, 525 джоульға артық деп жауап береміз. Осымен біздің сұрақтарымыз аяқталды. Толығымен 50 есептің 50-інде шығарып болдық. Бүгін екінші бөлімнің соңғы. Біршама соңғы есептерге келгенде кішкене көңілім толмай қалды, өйткені қателіктер болды. Болмады емес, бірнеше тестолог мамандардың тарапынан қателіктер болған шығар. Енді ол кісілерді жамандауға менің ешқандай құқығым жоқ, бірақ қателердің барлығын түзеп көрсеттік. Осы видеосабақ сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер сіз жас маман болсаңыз, немесе біліктілігіңізді арттырғыңыз келетін мұғалім болғыңыз келсе, оқушыларды ұбт-ға дайындап, қосымша табыс табам дейтін маман болам десеңіз, онда мынау жоғарыда көрсетілген нөмір бойынша хабарласыңыз, біз мұғалімдерді осы бағыттар бойынша оқытамыз. НКТ-ға дайындық, репетитор болам десеңіз, оған да дайындаймыз. Көп материалдарды ұмытып қалдым десеңіз, оған да дайындаймыз. И еще оқушыларды олимпиадаға дайындағым келеді, бірақ материал жоқ, еще қиын есептерді шығарып білмеймін десеңіз, онда тағы бізге хабарласаңыз болады. Осы запростар бойынша мұғалімдерді, физик мұғалімдерді Қазақстан Республикасы бойынша оқытамыз. Ал, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша. Аман сау болайық.